Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Математика еліне қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта сендерді көптеген жаңалықтар күтіп тұр. Бәріміз зейінімізді экранға аударайық. Бүгінгі сабақта әріпті өрнектерді салыстыруды үйренесіңдер. Ал балалар, сабағымызды бастамас бұрын мен сендерге ертегі оқып берейін. Мұқият тыңдаңдар. Ертеде әріптер мен сандар ренжісіп қалыпты. Олар үнемі айтысып жүреді екен. Біз болмасақ, санау, қосу, азайту болмас еді, деп мақтанады сандар. Ал әріптер болса, біз болмасақ, жазу, оқу болмас еді деп таласады олар. Бір күні з әріпменен 3 саны бірін-бірі көріп таң қалады. Қалай ойлайсыңдар? Олар неге таң қалды? Дұрыс, олар бірі-біріне ұқсайды. Сол күннен бастап олар дос болып кетеді. Содан соң басқалары да достасады. Бәрі бірігіп, 4-тік мысал деген ойынды тауыпты. Ендеше біз де сол ойынды ойнайық. Бесік сөзінде 2 дауысты, 3 дауыссыз, барлығы 5 дыбыс бар. Демек сөздегі дауысты, дауыссыз дыбыстарды санау арқылы өрнек құрастыруға болады. Осындай тек қана сандар мен арифметикалық амалдардан құрастырылған өрнекті санды өрнектер деп атайды. Кейін әріптерде сандар да араласып жүретін болыпты. Ал құрамында әріпте саны да бар өрнекті әріпті өрнектер деп атайды. Ендеше сол әріпті өрнектерді салыстырып үйренейік. Суретке қарап өрнек құрастырайық. Белгісіз x саны менен 7 санының қосындысы немесе белгісіз x саны менен 8 санының қосындысы. Енді бұл өрнектерге не ортақ? Дұрыс, олар қосу амалына берілген. Барлығында бір әріп берілген. Өрнектердің айырмашылығы неде? Дұрыс айтасыңдар балалар. Олардың санында. Балалар, мұндай өрнектерді есептемей-ақ салыстыруға болады. Әріптері бірдей, 2 өрнекті белгілі қосылғышы бойынша салыстыруға болады. Белгісіз x саны менен 7 санының қосындысы және белгісіз x саны менен 8 санының қосындысынан кем. Өйткені 7 саны 8 санынан кіші. Қосуға берілген әріптері бірдей 2 өрнектің қайсысының қосылғышы артық болса, сол өрнек артық болады. Есіңде сақта, бұл тек қосу амалы кезінде ғана осылай есептемей салыстыруға болады. Егер өрнектегі әріптердің орнына 2 санын қойып есептесек те, өрнектің оң жағының артық екенін көруге болады. Себебі 9 кем 10-нан. Енді бір кәмпитті бір қалтадан екіншісіне ауыстырса, қандай жаңа өрнек алуға болады? Жарайсыңдар, белгісіз x саны менен 6 санының қосындысы және белгісіз x саны менен 9 санының қосындысы. Енді сол өрнектерді жазып салыстырыңдар. Белгісіз x саны менен 6 санының қосындысы белгісіз x саны менен 9 санның қосындысынан кем. Себебі 6 саны 9 санынан кіші. Жарайсыңдар балалар. Назарымызды келесі тапсырмаға аударайық. Әріпті өрнектерді құрастырып, оларды салыстырайық. Қарындаштардың ұзындығы белгілі ме? Бірінші қарындаштың ұзындығы белгісіз x саны менен 4 санының қосындысына тең. Ал екінші қарындаштың ұзындығы белгісіз 2 саны менен 5 санының қосындысына тең. Ал салыстырып қалай жазамыз? Өте дұрыс. Белгісіз x саны менен 4 санының қосындысы
белгісіз x саны менен 5 санның қосындысынан кем. Осылайша, оқулықтарындағы келесі суреттер бойынша өз беттерінше әріпті өрнектерді құрастырып, салыстырып жазыңдар. Жауаптарыңды тексеріп алыңдар. X қосылған 3 үлкен, 1 қосылған X-тан. X қосылған 3 кіші, X қосылған 7-ден. Сонымен, қорытындылай келсек, әріптері бірдей 2 өрнекті қосқанда, қосындысының қосылғышы үлкен болса, сол өрнек артық болады. Мінекей балалар, баяғы әріптер мен сандар дос болып жүреді. Алайда, әріпті өрнектер айтады, сонда біздің шешімімізді тауып барып, салыстыра алмайды ғой, деп қайғырыпты. Балалар, біз осындай әріпті өрнектердің мәнін таба аламыз ба? Жоқ, дұрыс айтасыңдар, салыстыра алмаймыз. Мінекей, осындай кезде әріптердің достары, сандары көмекке келеді. Енді алған білімімізді қорытындылау мақсатында сабақ барысындағы ертегіні кім жақсы тыңдап, түсініп алғанына 7 сұрақ аясында тексеріп көрейік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай? Дұрыс, әріпті өрнектерді салыстыру. Екінші сұрағымыз, тек қана саннан тұратын өрнектерді қалай атаймыз? Санды өрнектер, жарайсыңдар. Ал әріпті өрнектері араласқан өрнектерді қалай атаймыз? Әріпті өрнектер деп аталады, өте дұрыс. Балалар, бүгін біздер нелерді салыстырдық? Әріпті өрнектерді. Дұрыс айтасыңдар балалар. Әріпті өрнектерді қосу кезінде қалай салыстырады екенбіз? Әріптері бірдей 2 өрнекті қосқанда, қайсысының қосылғышы үлкен болса, сол өрнек артық болады. Азайту кезінде осы әдіспенен салыстыруға бола ма? Жоқ, болмайды. Дұрыс айтасыңдар. Ал азайту кезінде қалай салыстырамыз? Әріптің мәнін қойып, есептеп алып барып салыстырамыз. Жарайсыңдар балалар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.